Өжет көшек. Бір күні кішкентай, бірақ өте өжет көжек өмір сүріпті. Оның аты Өжет болатын. Өжет басқа көжектерден ерекше еді. Ол ешқашан қорықпайтын, қиындықтарға қасқайып тұрып қарсы тұратын. Өжеттің ең үлкен арманы орманның ең биік шыңына шығып, әлемді көру еді. Бір күні орманның ең биік тауына жету үшін Өжет жолға шықты. Ол өзімен бірге ешқандай көмекші құралдар мен карта алып алған жоқ. Тек жүрегінде үлкен батылдық пен сенімділік болды. Жолда Өжет әртүрлі қиындықтарға тап болды. Алдымен ол өзеннің арғы жағына өтуі керек болды. Өзен өте терең еді, бірақ Өжет қорықпады. Ол ағаштардың бұтақтарын пайдаланып, өзеннің арғы жағына өтіп кетті. Келесі кезекте Өжет үлкен тасты тауды еңсеруі керек болды. Тас өте тайғақ еді, бірақ Өжет аяғын қатты басып, бір қадамнан соң бір қадам жасап, тасқа шығып, жоғары өрледі. Ақыры, Өжет орманның ең биік шыңына жетті. Ол айқын көк аспанды, орманның кең байтақ жерін және алыстағы тауларды көрді. Өжет қуаныштан қатты күлімсіреп, өзінің арманына жеткеніне сенбеді. Бірақ оның жүрегінде бір нәрсе бар еді, ол жол бойы кездескен қиындықтарға жеңілмей, тек өзіне сеніп, әр қадам сайын Өжет бола алды. Өжет төменге қарай түсіп келе жатып, орманның басқа жануарларына өзінің ерлігін айтып берді. Барлық жануарлар Өжетке таңғалып, оның батылдығын бағалады. Олар Өжеттен бір нәрсе үйренді. Ең бастысы өзіне сену, қорықпау және қиындықтарға қарсы тұру. Ертегінің басты ойы адамның бойындағы ең маңызды қасиеттердің бірі батылдық. Өжет көжектің әрекеттері балаларға қиындықтарға қарсы тұрып, өзіне сеніп, өмірде кездесетін кез келген мәселені жеңуге болатынын көрсетеді.